Сәлем жастар, мен Еркіназ. Бүгін мен сендермен PricewaterhouseCoopers компаниясы туралы сөз қозғамақпын. Және ол жерге мен қалай консультант болып орналасқанымды бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. PricewaterhouseCoopers халықаралық және аудит және консалтинг компаниясы. Әлемде 158 елде филиалы бар және 250 адамдай жұмыс істейді. Қазақстанда PwC 30 жылдан астам жұмыс істейді және Алматыда, Нұр-Сұлтанда, Атырауда офистары бар. PwC аудит қызметін, салық саласында кеңес беру, әртүрлі бизнес мәселелерге байланысты жобалардың шешімдерін айту, консалтинг саласы бойынша жекеменшік және мемлекеттік компанияларға әртүрлі өндірістік салаларда қызмет көрсетеді. Мен 2019 жылдың ақпан айында компанияға консультант болып жұмысқа орналастым. Және мен үшін жұмысқа орналасу келесі сатылардан тұрды. Бірінші ол түйіндемені таңдау және кадр бөлімімен интервью өту. Екінші ол сандық және вербалдық тесті өту. Үшінші бизнес кейсті шығару. Төртінші компанияның басшыларымен интервью өту. Әрине қазір интервью сатылары өзгеруі мүмкін. Бұл мен үшін осындай болды. Маған жұмысқа орналасу 6 ай уақытты алды. Мен 2018 жылдың қыркүйек айында PwC сайтында вакансияға түйіндемемді тапсырдым. Және 6 айдан кейін жұмысқа орналастым. Бірінші сатыда түйіндемені таңдау кезінде түйіндемені өзің қай жерде оқыдың, қандай жұмыс тәжірибең бар, қандай тілдерді білесің, бәрін әдемі қылып бір парақшаға жинау керек. Мен түйіндемені қалай тиімді жасау туралы видео жасадым, төменде оған сілтеме қоямын, соны көруге болады. Егер студент болып енді ғана университет бітіріп жатсаң, онда студент кезінде қандай белсенділік көрсеттің, қандай тілдерді, программаларды үйрендің, соны көрсетуге болады. Кадр бөлімімен интервью кезінде сен қазір не істеп жүргеніңді, неге компанияда жұмыс істегің келетінді білгісі келеді. Және осы сатыдан өткеннен кейін екінші саты ол вербалдық және сандық тесті өту. Вербалдық тест ол қысқа уақыт ішінде үлкен тексті оқып, төменде сұрақтар болады, соған тез жауап беру керек. Бұл тесттің мақсаты ол сенің қысқа уақыт ішінде үлкен ақпараттар көп болған кезде оны тез оқып қорытып, ақпаратты түсіну, сол қабілетін білгісі келеді. Текст ағылшынша болады. Және интернетте осы вербалдық тесттен алған көп мысалдар бар. Мысалы, мына жерде тесттің бірнеше түрін көруге болады. Ағылшынша текст астында сұрақтар. Дұрыс емес жауап беруге болмайды деп таңдауға болады. Екіншісінде әртүрлі ұғымдардың қайсысы дұрыс екенін көрсету керек. Үшіншісінде сөздер ұқсайды. Екінші сандық тест ол да қысқа уақыт ішінде әртүрлі математикалық есептеулер, кестелер болады. Оны есептер шығару өте жеңіл негізі, бірақ уақыт өте аз. Бұл да сендердің қысқа уақыт ішінде ақпаратты қалай қорыталатындарыңды көргісі келеді. Мына жерде сандық тест мысалы көрсетілген, кесте беріледі және соған қатысты сұрақтар бар. Және сол сұрақтарға қысқа уақыт ішінде тез жауап беру керек. Егер вербалдық және сандық тесттарды шығару қызықты болса, мен сендерге жеке видео жасауға дайынмын. Төменде комментарий жазуға болады. Вербалдық сандық тесттарды шығара білу, ол әртүрлі консалтинг компанияларында, не болмаса шетелдік компанияларға жұмысқа орналасқыларың келсе, өте пайдалы қабілет. Үшінші саты ол бизнес кейсті шығару. Бизнес кейс ол әртүрлі өндіріс және бизнес саласындағы мәселелердің арналған сұрақтар. Және оны қысқа уақыт ішінде шешу керек. Мысалы, мен үшін белгілі бір мұнай компаниясының шығыны өсті,
пайдасы азайды деп сұрақ қойды. Неге деді. Мен қысқа уақыт ішінде құрылымды түрде сұрақтарымды жинап, осы сұраққа жауап беруім керек еді. Және мұнай газ саласы туралы сұрақтарға жауап бердім. Кейін ең соңғы 4-ші сатыда мен басшылармен интервью болды. Ол кезде менің тәжірибем, оқыған орным, компанияда немен айналысқым келеді, сол туралы танысу интервью болды деп айтуға болады. Сөйтіп мен PwC-ға консультант болып орналастым. Егер компанияға қарасақ, компанияда әрбір қызметкердің дамуы өте маңызды. Өйткені әрбір қызметкер ол компанияға жаңа жобалар алып келеді. Жаңа жоба сәйкесінше компанияға ол үлкен пайда алып келеді. Өйткені компания ол клиенттердің қызметті көрсеткендіктен, ол клиенттерге өзінің қызметкерлері арқылы ғана көп ақша таба алады. Мысалы, егер белгілі бір компанияға аудит қызметін көрсетсе және ол клиентке қызметкерлер ұнаса, кейін ол басқа да консалтинг қызметін шақыруы мүмкін. Сондықтан компания қызметкерлерді дамытуға көп уақыт береді және көп тренингтер өткізеді. Мен ойымша, консалтингқа жас маман болып жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Өйткені қысқа уақыт ішінде көптеген жобаларда қатысып, әртүрлі тәжірибе аласыңдар, қабілеттеріңді ұштайсыңдар. Мен ойымша, PwC-да жұмыс істеудің 7 пайдасы бар. Біріншіден, әр уақыт ішінде әртүрлі жобалар болады. Жобалар өндіріс бойынша өзгеруі мүмкін. Орналасқан жері бойынша өзгеруі мүмкін. Және қойылған тапсырмалар да әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан ешқашан тапсырмалар бірдей емес, және ылғи қызықты болады. Екінші, жоба біткеннен кейін сенің әріптестерің және басшыларың саған баға береді. Және осы баға арқылы сен өзіңді одан сайын жақсартып, қабілеттеріңді ұштай аласың. Үшінші, ылғи тренингтер көп, және жыл бойы сен солар тренингтерді өту арқылы өзіңді одан сайын дамыта аласың. Төртінші, компания 158 елде болғандықтан, сен басқа елдердегі әріптестермен бірге жұмыс істеп, үлкен нетворкинг өзіне қалыптастыра аласың. Бесінші, ол компанияның басқа елдерде филиалдары болғандықтан, егер өзіңді жақсы көрсетсең, сол елдерде офисқа, жұмысқа орналаса аласың. Алтыншы, егер компанияда бір көмек керек болса, міндетті түрде саған бір ментор болады. Не болмаса, ондай жобалар бұрын жасалынса, компанияда өте ақпарат жақсы жиналған, сол туралы көп мәлімет алуға болады. Сондықтан сенің жұмысын ылғи көмектесетін құралдар өте көп. Ал жетінші, егер сен компаниядан кеткің келсе, онда мен ойымша, одан кейін басқа жаққа жол үлкен ашық. Өйткені PwC ол Big Four компаниялардың біреуі, және халықаралық бренд, сондықтан басқа жұмыс берушілер оны түсінеді деп ойлаймын. Жастар, бүгін мен сендермен PwC компаниясы туралы айттым, ол жерге қалай жұмысқа орналасқанымды айттым. Және енді сендерде сұрақ болуы мүмкін, мен не істедім деп. Мен өзім бір 3 мысал келтірейін. Біріншіден, мен жұмысқа енді орналасқанда, мен Израиль мұнай өндіру компаниясының 10 жылдық стратегиясын жаздым. Мен үшін өте қызықты болды, өйткені мен мамандығым химик инженер болғандықтан, мұнай өндіру саласында стратегия жазу өте қызықты еді. Екінші, біз осы көрші елдердегі алтын өндіру заводында бір айда жұмыс істедім. Ол жерде ол компания мемлекеттік болғандықтан, оны жекешелендірді, және ол жерде сол компанияда не бар екенін техникалық аудит жасау керек болды. Және ол жерде біз компанияның басқа елдердегі әріптестермен бірге жұмыс істедік. Және мен үшін үлкен тәжірибе болды. Үшінші, егер жобалар бітсе, онда сендер басқа клиенттер, бар клиенттерге жаңа жобалар кеңес беруі мүмкінсіңдер.
және қазіргі таңда мысалы бизнестің қандай мәселелері бар, ол мәселелерді біліп, оны алдын ала болжап және осы мәселелерге шешімдерді тауып, сол компанияларға тұсаукесер жасай аласыңдар. Сол арқылы компанияға және жобалар, яғни үлкен пайда алып келесіңдер. Жастар, назарларыңызға рахмет. Бұл видео сіздерге пайдалы болсын. Сау болыңыздар.